Қайырлы күн достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен кез келген қонағыңызға ұялмай ұсынатын ерекше дәмді және пайдалы салатты жасайтын боламыз. Видеоның соңына дейін менімен бірге болып, арнама тіркеліп, кері байланыс үшін лайк пен комментарий қалдыра кетуіңізді сұранамын. Ал салатымыз үшін ең алдымен осындай капустаны 2-3 бөлікке бөліп, жіңішкелеп осылай турап аламыз. Соломка тәріздес етіп турап аламыз. Енді қызанағымыз бен қиярымызды соломка етіп осылай жіңішкелеп турап алатын боламыз. Құрамы өте қолжетімді және пайдалы заттардан тұрады. Міне қиярымызды осылай соломка етіп турап алдық. Енді помидорымызды бөліп, ішіндегі осындай жұмсақ бөлігінен ажыратып алатын боламыз. Осылай барлығын алып тастап, оны да осылай соломка етіп турап алатын боламыз. Барлығын осылай турап аламыз. Помидорымызды салып алдық. Енді бір банка кукурузымызды қосып аламыз. Және қажетінше майонезімізді қосамыз. Енді барлығын жақсылап араластырып аламыз. Майонезді қаймақпен алмастыруларыңызға да болады. Барлығын араластырып алдық, дайын болды. Енді ыдысымызға салып, әдемілеп, әрлеп, ұсына беруімізге болады. Мен осындай салатый листьямен әрлеп, ыдысымызға салып алдым. Өте құрамы қарапайым және дәмді, ең бастысы пайдалы салаттардың бірі. Достар, менің арнама тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен болған Сандуғаш Әбдіқұлқызы.